Барлықтарыңызға қайырлы кеш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз Грузия халқының ұннан жасалған тағамы хачапури по-аджарски жасаймыз. Ең алдымен жарты стакан жылы суымызға 1 шай қасық тұз және қантымызды салып араластырамыз. Оның үстіне 1 чай қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, бетін пищевая пленкамен жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Міндетті түрде осы қамырға қосатын сүтіміз де, суымыз да жылы температурада болуы қажет. Яғни біздің қамырымыз сонда тез көтеріледі. Енді қамырымызды жасауға кірісейік. Жаңағы көтерілген ашытқымызды саламыз және оның үстінен 2 ас қасық шемішкі май немесе зәйтүн майын құямыз. Араластырып, оның бетіне жылы сүтіміз, яғни жарты стакан жылы сүтімізді саламыз. Сүтіңізді ысытып алып та құюыңызға болады. Жақсылап араластырып аламыз. 3 пияладай бірінші ұнымызды салып, яғни шанышқымен жақсылап араластырып, кейін аз-аздан ұн қоса отырып, жұмсақ қамырлейтін боламыз. Мінекей біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Осы қамырды енді құрғақ ыдысымызға салып, бетін пленкамен немесе жылы орамалмен жауып қойыңыздар. 15 минутқа қалдырамыз. Кейін бір илеп, қайтадан 40 минутқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамыр көтерілгенше салмамызды дайындай берейік. 2 құрғақ бөлек ыдысқа жұмыртқаның ағы мен сары уызын бөліп аламыз. Яғни менде 4 жұмыртқа. Ағына бізде сыр, яғни сырымызды үккіштен өткізіп салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 1 ас қасық сүтімізді құйып, және дәміне қарай тұз саламыз. Қамырымыз көтерілді, яғни осындай қалыпта болу қажет, қатты көтеріліп кетпесін. 2 бөлікке бөліп, жақсылап қамырымызды жаямыз. Менің каналымда әлі де дәмді және оңай рецепттер болады, сол үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей қамырымызды осындай қалыпта жайып аламыз да, ең алдымен орайтын жағына шамалы ғана салмамызды салып, 2 жағын бір-біріне қаратып, яғни ораймыз. Міндетті түрде астына пергамент қағазын төсеңіздер. Енді салмамызды салып, біз бұны 180-200 градуста 20-25 минутқа жібереміз. Бетіне де жаңағы салмамызды жағып жіберсек болады. Мінекей пісіп шықты. Енді бетіне 2 сары уызымызды салып, 2-3 минутқа пешке қайтадан жібереміз. Мен бұны бірінші рет жасап көрдім, бірақ үйдегілерге өте қатты ұнады. Яғни осы қамырдан 2 хачапури шықты. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін.